Университетте сенбеуші адам ретінде мен мәсіхшілікті жоққа шығарғым келді. Мен Иса Мәсіхтің ешқашан Құдай деп жарияланбағанын, және оған қоса ол қандай болғанда да ондай болмағанын көрсеткім келді. Және қайта тірілудің болмағанын, осыған қоса киелі кітап жай мылжыңға толы ойдан шығарылған екендігін көрсеткім келді. Осы жылдар бойындағы ұзақ уақыттық зерттеулерден кейін мен мәсіхшіге айналдым. Мен жаңа өсиетті қолымда ұстап тұрып, сенімділікпен ол жайында ақиқат болып табылатын екі нәрсені айта алатын тұжырымға келдім. Біріншісі, жазылып өзгеріссіз қалған еңбекті қолымда ұстап тұрмын, одан артық емес. Екінші, ода жазылғандар ақиқат болып табылады. Бұл Исаның айтқаны мен Исаның істегеніне қатысты. Осындай тұжырымға келгенімнің тағы бір себебі, бұл менің тарихнама әдісін қолдана алуым. Сізді осы тарихнама деген қатты сөз қымсындырмасын. Бұл жерде оның мағынасы жай ғана арнайы қағиданың бар екендігін білдіреді. Оны кез келген құжаттың растығын анықтауға қолданады. Кез келген тарихнаманың артықшылығы: сіз растығының сыртқы дәлелдемелерін келтіре аласыз. Ал ол шын мәнінде нені білдіреді? Мысалға, осындай тәсілді сіз доктор Луи Готшалктан көре аласыз. Ол Чикагоның аспирантура бөліміндегі тарих пәнінің мұғалімі болған. Ол тарихты түсіну атты таңғаларлық кітап жазып шығарды. Және осы кітаптың маған ұнағанының бір себебі, ол өте жан толғандыратындай етіп жазылған. Солай бола тұра қарапайым тілмен жазылған. Кейін тарихты түсіну қайта басылып шығарылды. Доктор Готшалк былай дейтін: басқа да әйгілі тарихи немесе археологиялық деректермен ұқсастығы сенім артуға болатын деңгейін, құжаттың дәйектілігін анықтаудағы шешуші фактор болып табылады. Оның мағынасы қандай? Мағынасы мынада: толық мәліметке сіз зерттеп отырған дерек көзге қатысы жоқ, алайда солай бола тұра оның шын екендігін растайтын мәлімет бар ма? Басқа сөзбен айтқанда, киелі кітапқа жаңа келісімге қатысты айтатын болсақ, қандай да бір әдебиет немесе киелі кітапқа тікелей қатысы жоқ тарихи археологиялық ашылулар. Бірақ солай бола тұра киелі кітаптың шын екендігін растайтын құжаттар бар ма? Басқа сөзбен айтқанда, киелі кітапқа мүлдем қатысы жоқ әдебиетте, тарихта, археологияда егер сол заманға оралсақ, оны растайтын киелі кітаптың куәлігіне ұқсас ақпараттар болуы тиіс. Бұл шынайылығының сыртқы дәлелдемесі деп аталады. Мен осы тәсілді киелі жазбаға қолданған кезде, егерде жаңа келісімге сенім артпасам, онда басқа тарихтағы ештеңеге сенім арта алмаймын деген тұжырымға келдім. Келесі бірнеше үзінділерде мен жаңа келісімнің шынайылығын растайтын әдебиеттегі, тарихтағы, археологиядағы бірнеше дәлелдемелерді қозғағым келеді.